Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Сіздерге бүгін баюға кедергі келтіретін әдеттер туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Біздің қаржылық жағдайымыз өз әдеттерімізге тәуелді болады. Импульсивті сатып алу. Іш пысқан кезде шопингке бармаңыз. Әйтпесе кейін сатып алған заттардан құтылғыңыз келеді. Егер сіз импульсивті сатып алушы болсаңыз, яғни көрсе қызарлықпен кез келген нәрсені ала беретін адам болсаңыз, дүкенге барар алдын қажет заттар жоспарын жасаңыз. Егер жоспардан тыс нәрсе алғыңыз келсе, бәрі жақсы ойланып, келесі күн келіңіз. Қалдырмай сатып қою. Қажет емес заттарды өту үшін компаниялар неше түрлі айлаға көшеді. 50% жеңілдікпен тауар сатып алу сапалы және пайдалы тауар алғаныңызға кепілдік бермейді. Егер сатушы сізді тауарын сатып алуға мәжбүрлеп, әртүрлі құлыққа барғанын сезсеңіз, бұрылып кетіп қалыңыз. Сатып алудың кемшіліктері мен зиянын ойлап, кеңес сұрап, ол нәрсе қажет болса ғана алыңыз. Үшінші, кедейшілікке бағам. Егер өзіңізге әркез жаныңыз ашып, бүкіл әлем маған қарсы деп ойласаңыз, ешқашан байымайсыз. Ақша жайлы соқыр наным, құр жалбарыну қаржылық мәселелері шешпейді. Бәрін ойдан алып тастап, бай болуға көмектесетін конструктивті жоспар құрып үйреніңіз. Сақталған ақшаның жоқтығы. Өмірді болжай алмайсыз, сондықтан жинаған ақшаңыз кез келген уақытта керек болуы мүмкін. Байлыққа соқыр ұмтылу да дұрыс емес. Байлық бақыттың кепілі емес. Байлыққа жетіп, өмірдің қызығына жете алмаған адамдар көп. Ақша мен байлық жамандық емес, алайда ақшаға деген махаббатыңыз кесірінен өзгелер жапа шегетін болса, бақытсыздыққа апарады. Ақша және достық. Кейде қаржылық мәселелерді шешу кезінде достардың көмегі қажет. Ол адамдар не десе де айтқанын қабылдай алу керек, алайда бұл тәсілді жиі қолданудың қажеті жоқ. Ақша мәселесі достық қарым-қатынасты шиеленістіруі мүмкін. Қаржылық бақылаудың жоқтығы. Егер көптеген адам қанша ақша жұмсағанын, өзгелерге қанша қарыз екенін есептемейді. Бұл нәрсе қаржылық жағдайды білуге кедергі келтіреді. Осындай адамдарға ірі сауда жасау қиынға түседі. Ақша есепті жақсы көреді. Егер оны оңды-солды шаша берсеңіз, сізді тастап кетіп қалуы мүмкін. Әрқашан өзіңізге есеп беріп жүріңіз, сонда сіздің ақшаңыз үнемі болатын болады. Егер сізге осы видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Комментарийға өз ойыңызды жаза кетіңіз.